Ассалаумағалейкум қадірменді көрермендер, армысыздар достар. Мына жерде ВКонтактеде маған неше күннен бері жігіттер сұрақ қойып жүр, яғни интро тақырыбы бойынша. Интро деген мағына ол музыкалдық альбомдарда бұрыннан бері қазіргі уақытқа дейін музыкальный альбом шығады ғой, жеке альбом. Сол кезде интро деген болады. Ол интро деген мағына ол перде. Яғни ол белгілі бір компанияның бір белгісін таныстыру деген сияқты. Перде ашылады ғой, мысалы занавеска ашылады, занавеска жабылады театрда. Сол сияқты сол пердені ашу үшін соны интро деп айтылады. Видео жанр бойынша интро, және оның жабылуы аутро деп айтылады. Занавеска, перде жабылады. Сол себептен қадірменді көрермендер, жаңа видео редактордағы мастерлар, видео монтаж жасайтын мастерлер, және видеоблогерлер, және летсплейщиктер кім болсаң да, мына жерде маған сұрақ қойып жүрген жігіттерге жауабым, жалпы ол өзіңіздің маркаңыз таныстыру, өзіңіз фотошоппен әрқайсысын кесіп, PNG форматпен, және аржандағы фоны прозрачный болу керек. Сол себептен әрқайсыңыз, мысалы, мен сіздерге бір мәселесін көрсетіп жіберейін. Мына жерде сауарна деп жазып қойдық. Міне әр PNG мен кесіп, мынандай фондар дайындап, бөлек-бөлек фотошоппен бірінші жасап аласыздар. Содан кейін мынандай құралдарыңыз алып келесіздер. Мынандай Adobe Premiere Pro, CS6 немесе Sony Vegas Pro 12 деген программаларға әкеліп, соны жөндеп, өзіңіз бірінші мақсатта 10 секундтық, 15 секундтық интро жасасаңыз, ол барлығыңызға тиімді деуге болады. Яғни өзіңіздің каналыңызды немесе блогыңызды таныстыру мақсатында ғой. Содан кейін ең бірінші мақсатыңыз сіздердің мақсатыңыз бірінші дыбыс, яғни дыбысты өңдеп алу. Бір белгілі бір программалар бар, Adobe Audition деген программалар, Cubase бар, Nuendo бар, Sonar деген арнайы мынау дыбысқа арналған программалармен бірінші жұмыс жасап аласыздар, кесіп, сияқты. Қазір мен сіздерге бір видеоны тамашалайтындай боламын, бірақ мен сіздерге ең алдымен мына проектті көрсетіп отырмын. Көріп отырсыздар, Adobe Premiere Pro CS6. Сол себептен қадірменді блогерлер, режиссерлар, барлығыңызға қатысты бұл интроның мақсаты жалпы дыбыста, содан кейін өзіңіздің маркаңыз, яғни мысалы менікі сауарна. Сауарнаны мен барлығын қазір кесіп әрқайсысын немен алып келдім, жалпы фотошоппен, кейбіреулерін осы проекттен, осы программалардан алып келіп өзім жазып, сол титрларын бөлек-бөлек әкеліп қойдым. Міне, бірақ сіздерге соңында көрсетемін. Содан кейін сіздерге түсіндіріп өтіп кетейін. Әркімдікі әртүрлі болады. Шетелден ұрламағандарыңыз жөн. Дайын бір интролар болады, дайындап қойған, немесе сатып алатындар бар. Сатып алатын десеңдер саудаласуға болады. Яғни бірақ мен сіздерге тегін пікір беріп отырмын сіздерге. Жалпы өздеріңіздің программаңызбен жасағандарыңыз жөн, өзіңіздің маркаңыз бойынша, өзіңіздің стиліңіз бойынша, мысалы көңілді ойындар туралы ма, әдемі ойындар туралы ма, сол сияқты өзіңіз бір интро жасағандарыңыз жөн, бір шетелден ұрламағандарыңыз жөн. Жалпы өздеріңіздің маркаңыз, өздеріңіздің стиліңіз болған жақсы. Сол себептен мынау интро сіздерге көрсетемін. Тамашалаңыздар. Сосын мына видеоблогерлер болса, жаңадан көңілді каналдар ашатын болса, арналар YouTube саласында болсын, қандай салада ашса да, қандай әлеуметтік жүйеден ашса да, маған хабарласыңыздар, жеке сұрақтарыңызды қойсаңыздар да болады, немесе сауарна, немесе мынау Қаймақ KZ деген жас блогерлер, игромандар, жалпы летсплейщиктер бар, арасында ойыншылар бар, парақшаларға жазсаңыздар да болады сұрақтарыңызды. Біз сіздерге көмектесеміз, әңгіме жоқ, барлығымыз бір-бірімізді көмектесуімізге болады. Яғни барлығыңызға рахмет, арнамызға келіп тұрыңыздар, жазылыңыздар, достарыңыз шақырыңыздар, бір-бірімізді көтерейік, Қазақстанның деңгейін көтерейік, беделін көтерейік. Яғни мен сіздерге көмектесемін әрі қаратай. Сұраңыздар, сұрақ қойыңыздар, келіп тұрыңыздар, сауарнаға жазылыңыздар. Лайк басқан жігіттерге, қыздарға барлығына алғысым шексіз. Барлығыңызға рахмет.